Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода математика пәнінен заттардың орналасуы деген тақырыпты жалғастыратын боламыз. Бұл бізде 126 сабақ, математика пәні 2 сынып. Бұл сабақта сен заттар мен фигуралардың орналасуын анықтап үйренесің. Ендеше менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бірінші тапсырма: досыңмен ойна. Бір фигураны жасырып, оның орнын айт, досың сен жасырған фигураны тапсын. Енді қараңдар, бұл жерде қалай? Мен сендерге өткен видеода түсіндірген болатынмын. Мысалы, мына сол жағына қарасаңдар әріптер тұр, жоғары жағына қарасаңдар сандар тұр. Мына жерде тор көздерге бөлінген, әрбір тор көздің ішінде фигуралар тұр. Енді осы фигураларды анықтау үшін, орнын анықтау үшін, қай фигура қай жерде тұрғанын білу үшін біз оны досымызға жасырып айтады екенбіз. Мысалы, Ә2-дегі фигураны тап. Мен айтар едім, Ә2-дегі фигураны табыңдар. Сендер табуларың керек. Ол Ә2-дегі фигура бізде 6 бұрыш, көк түсті, көгілдір түсті 6 бұрыш. Арғардай келесі, мысалы, В4-дегі фигураны табыңдар дейміз. О, В4-дегі фигура бізде 3 бұрыш, 3 бұрыш екен. Келесі Б5-дегі фигура. Б5-дегі фигура жасыл шаршы немесе жасыл тік төртбұрыш, жасыл шаршы екен бұл жерде. Жақсы. Міне осылай, мына жағына мен сендерге үлгі ретінде шығарып қойдым. А2-дегі мысал үшін фигура, А2-дегі фигура бізде сары жұлдызша. В4-дегі фигура бізде 3 бұрыш, міне жаңа айтып өттік. В5-дегі фигура бізде жасыл 5 бұрыш. Арғардай Ә1-дегі фигура мысалы бізде сол жаққа қарап тұрған бағыттауыш, оң жаққа қарап тұрған бағыттауыш екен. Ә1-дегі фигура. Арғардай Г5-дегі фигура бізде 6 бұрыш, көгілдір түсті, көкшіл түсті 6 бұрыш екен. Енді қараңдар балалар, бұл ойынды достарыңмен ойнауларың керек. Достарыңа жасырасыңдар. Немесе былай айтсаңдар да болады. Мысалы, қызыл шеңбер қай жерде тұр деп айтсаңдар болады. Ол айту керек Б4-де деп айту керек. Б4 деген жерде тұр деп айту керек. Ары қарай, мысал үшін, қызыл 6 бұрыш қай жерде тұр деп сұрауларыңа болады. Міне, оның әртүрлі нұсқалары бар. Достарыңмен ойнап көріңдер. Арғарда екінші тапсырма: жорыққа саяхатшылар азық-түлік және сусындар алды. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Енді қараңдар, мысалы, мына жерде мен жорыққа саяхатшылар шықты деп айтыпты. Енді ол көп саяхатшы болғандықтан оларға тосап. Мен, мысалы, сендер кез келген нәрсені алсаңдар болады. Ол килограмм, банкада тұратын, килограммен өлшенетін қандай зат бар, соның барлығын ала берсеңдер болады. Менің есебімде, үлгімде мен тосапты алдым. Мысалы, қараңдар, сатып алды 3 килограммнан 3 банка тосап, мысалы, міне. Жұмсалды 6 килограммы, қалды белгісіз. Міне, мына жерде сызбасы беріліп тұр, 3 килограмм. Бізде 3 килограммнан 3 банка. Әрқайсына 3 килограмм, 3-ті 3-ке көбейтеміз. 3 9 килограмм, Енді мына жерде екінші жағында жұмсалды 6 килограмм деп тұр. Енді шешуі 3 пен 3-ті көбейтеміз, одан 6-ны азайтамыз. Өйткені біз 6 килограммды жұмсадық. 3 пен 3-ті көбейтеміз, себебі 3 банкі әрқайсына 3 килограммнан. Сонда біз жалпы килограммын шығардық, 3 килограмм қалды екен. Жауабы қалды 3 килограмм тосап. Міне осылай жасадым. Арғардай келесі шырын 2 литрден 5 банка деп алдым. 2 литрден 5 банка шырын. Су 5 литр деп алдым. Енді бізге осының жалпы сусынның санын табу керек. Мысалы, қараңдар, мына жерде міне сызбаға 2 литр деп жаздым. Қызылмен берілген нені сызбаны 5 литр су деп жаздым. Ал мына жоғарыдағысы ол шырын болсын. Ол үшін не істейміз? 2 литрден 5 банканы бір-біріне көбейтеміз. 2 мен 5-ті көбейтіп аламыз.
10 болады. Бізде 10 литр шырын болды, иә. Енді оған 5 литр суды қосамыз, 15 литр, сонда барлығы 15 литр сусын болды. Міне бұл есеп осылай шығарылады. Бірақ енді сендер бұл жерде мына шырын мен сусынның мына литрларын 2 литр, 5 литр дегенде әртүрлі қылып шығарсаңдар болады. Мысалы, 3 литрдан 10 банка, су дегеніміз 10 литр деп үлкен сандарды да алып қойып жаза берсеңдер болады. Арғардай келесі үшінші тапсырма, әр бағандағы барлық өрнектердің мәні бірдей деген тұжырым тура ма? Енді соны тексеріп көрейік. Мына жерде 3 түрлі баған тұр. Бірінші бағанның үлгісінше тексеріп көрейік. 7 қосу жақшаның ішінде 6 қосылған 30 дейді. Арғардай. Екіншісі 7 қосылған жақшаның ішіне 30 қосылған 6 дейді. Арғарай 7 қосу 36, 36 қосу 7. Енді бұл жерде мына ережені есімізге түсіреміз. Қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді деген ережені есімізге түсіреміз. Мысалы қараңдар, бірінші қатарда, бірінші өрнекте 6 қосу 30 деп тұр жақшаның ішінде, екінші өрнекте 30 қосу 6. Енді бұл екеуінің мәні өзгере ме? 36-ны қоссам қанша? 36. 6-ға 30-ды қоссам 36, е? Бәрібір екеуін қалай өзгертсек те, қалай 30 бен 6-ның орнын қалай ауыстырсақ та, арасында қосу таңбасы тұрғандықтан мәні 36 болады екен. Енді 7-ге 36-ны қосамыз, 7-ге 36-ны қосамыз. Бұлардың жалпы барлығы мәні бірдей, аха. Бұлардың мәні бірдей деген тұжырым тура деп айтсақ болады. Мысалы, 7-ге 36-ны қосамыз, 36-ны 7-ге қосамыз. Ол деген көбейткіштермен қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді екен. Бұл жерде мәні 43 болады екен. Келесі, дәл сол сияқты 6 қосылған 5 қосу 40, 6 қосу 40 қосу 5, 6-ға қосылған 45, 45 қосу 6 дейді. Енді қараңдар, бұл да дәл тура осы сияқты қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді деген ереже бойынша екен. Бұл жерде де мәні бірдей деген тұжырым жасағанымыз дұрыс. Арғардай 9 қосылған 7 қосу 50, 9 қосылған 50 қосу 7, 9 қосу 57, 57 қосу 9. Бұл жерде де тура алдыңғы екеуі сияқты қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді деген қағида бойынша сол ережені осы жерге пайдалануға болады. Енді бұл жерде де бұл өрнектердің мәні бірдей деген тұжырым жасасақ, ол бізде тура болады. Міне мәні 66 екен. Жақсы, келесі 4-ші тапсырма балалар. Досыңмен ойна, фишканы сурет бетіне жылжытып, жүргіз, фишканың тұрған орнын анықта. Енді қараңдар, мына суретке қарасаңдар, бетіне мен қызыл фишкалар қойып қойдым. Мысал ретінде, сендер бұны кез келген жеріне қойсаңдар болады. Қолдарыңа фишка алып, мысалы жаңағы оқулықтардың бетіне кез келген жеріне қойсаңдар болады. Мен өзім бір міне мысалы мына жерде 5 түрлі жерге 5 түрлі фишка қойып қойдым десек болады. Енді осы фишкалардың орнын анықтауым керек мен. Мысалы бірінші фишка менің А1-де тұр. А1 деген қиылыста тұр. Енді екінші фишка менің А3-де тұр. Міне А3 дұрыс, е? Енді үшінші фишкам Б2-де тұр. Дұрыс. Төртінші фишкам Б4-де тұр. 5-ші фишкам В1-де тұр. Міне осылай ойнауға болады. Енді ол жерде қолдарыңа мысалы кез келген домалақ затты алып, ары-бері қозғалтып, сосын соның тұрған орнын жазсаңдар болады. Келесі 5-ші тапсырма. Бұл бүгінгі видеодағы соңғы тапсырма. Енді қараңдар балалар, бұл жерде логикалық тапсырма. Мына жерде бос орынға қай текшені қою керек екенін анықта. Мысалы, біздің қолымызда текше тұр, сол текшенің бір бөлігі түсіп қалған. Енді мына жердегі 5 кішкентай текшенің қайсысы мына жерде бос орынға келіп тұру керек. Ол үшін не істейміз? Кез келген логикалық есептерді есептеп шығарған кезде оның бір заңдылығы болады. Мысалы, қараңдар, мысалы мына үлкен текшенің бірінші біз жоғар жағына қараймыз. Жоғар жағына қарасақ, бұл бір түсті ғана текше емес, бұл әртүрлі түсті текше. Қараңдар, сары, жасыл, көк және мына жерде одан басқа тағы қандай түс бар? Қызыл түс бар. Яғни мына жоғары жағында сары, жасыл, көк және қызыл түс болу керек. Яғни біздің жаңағы табатын текшеміздің төбесі қызыл болу керек. Қазіргі осы тұрған күйіндегі төбесі қызыл болу керек.
Ол үшін мына жерде төбесі қызыл бізде 3 фигура бар екен, 3 текше бар екен. Ал мына 2 текшенің төбесі қызыл емес болып тұр екен. Яғни ол екеуін бірден алып тастаймыз. Ол бізге жарамайды. Енді мына 3 текшені қарастырамыз. Төбесі қызыл болды дерлік. Жақсы. Енді біз оны бер жақ жанынан қараймыз. Міне бағыттауышпен көрсетіп қойдым. Жасыл, көк, қызыл. Енді қандай түс болу керек? Сары. Яғни бізге қарап тұрған беті сары болу керек. Яғни көрдіңдер ме? Бұл бізге қарап тұрған бет сары, ол екінші ғана фигура екен. Яғни бізде мына 2 фигурада жарамайды екен, 3 пен 4. Бізде екінші суреттегі жаңағы текше мына жердің орнына келіп тұрады екен. Жақсы балалар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Менің видеом сендерге ұнады деген ойдамын. Түсінбеген жерлерің болса комментарийға сұрақ қойсаңдар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.